Жоқ, мына қараны көрсетіңізші. Ет болса екен. Қанша дейсіз? 55. Түсіңізші аға. Түсем. Бағана 50 дедіңіз ғой? Жарайды 50-ге берейін аға. Давай болса. Жақсы болды. 50 болса 50. Жот. Досым, мына кездесем деген қызың не болды өзі? Бүгін кездесеміз дегенбіз, бірақ білмеймін неге екенін. Келмей қойды ғой. Саған өзі нақты тиемін деп педі ғой? Тием дегенде алып қаша саламын деп ойлағам. Дәмесіңіз орын. Бүгін маған нақты үйлену керек досым. Себебі әкем, шешем, бүкіл ауыл болып күтіп отырмыз. Үйленесің шынымен, иә? Үйленем. Анау екі қыз көрдіңіз бе, қарашы? Иә. Біреуінің бойы ұзындау сияқты, қасындағы саған болады. Қалай? Әдемі. Алып қашамыз ба? Кеттік онда, кеттік. Кімсіңдер, қайдан бара жатсыңдар мені? Сені алып қашып бара жатырмын. В смысле алып қашып бара жатырсыңдар? Мен сендерге де малым алып қашып жатырмын. Ой, ну. Ұста басын. Ұста. Ұстадым. Жықпайтын ғой. Жат, ей. Жат. Мен сендерге соттатам, арыз жазатсыңдар ма? Арыз ба саған керек? Не болса, жаз. Иә, көрейік қайсы кейін баратын. Жаз арызды. Жазам. Қайырлы таң құрметті тыңдарман, әуе толқынында Ауыл FM. Бүгін бізде қонақта Азамат Омарұлы. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз еркіндік, бейбітшілік тақырыбы болады. Армысыздар, рахмет. Бейбітшілік деген еркіндік. Оны адамзаттың өз елінде еркін өмір сүріп, өз болашағын ойындағыдай құруы деп білемін. Жалпы адамзаттың өзінің ойы жеке, өзінің құқығы болу керек деп білемін. Егемен елде еліміз өркендеп дами берсін. Менің әлемім ол сен.